Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері, сіздермен Спабегендар Маратбекұлы, ағартушы, жалпы өзінің білген білімімен, тәжірибесімен бөлісіп жүрген қазақтың азаматы. Құрметті достар, бүгінгі видеода мен сіздерге автодромдағы тесттен қалай өту керек, тесттен деппін, қателес кешірім өтінем. Тесттен емес, автодромдағы емтиханнан қалай өтуге болатынын айтатын болам. Алдыңғы видеода мен сіздерге жалпы праваны алғанымды көрсеттім, өзімнің правамды, және де автодромдағы қателіктерімді айттым. Ал бүгін енді кішкене тереңірек еніп, осы жердегі емтиханның тапсырмаларын қалай орындау керек, неге мән беру керек, соны сіздерге түсіндіріп көрсететін боламын. Ең әуелі, құрметті достар, менің мына автодромда тапсырған қорытындыма қараңыздар, және менің қателіктерімді, осы права алған кезде қателіктерімді сіздерге таныстырып өтейін. Жалпы общий штраф деген мына оң жақтағы көріп тұрғаныңыздар 5 деп тұр. Остановился на расстоянии более 1 метр. Пешеходный переход. Бұл деген сөз, яғни мен 1 метр жетпей пешеходқа тоқтап қалдым деген сөз. Қазір сіздерге оны картадан көрсетемін. Міне, мына жерде қараңыздар. Старттан шыққаннан кейін мына пешеходты көріп тұрсыздар ғой. Осы пешеходқа келген кезде негізі 1 метр арақашықтықта тоқтау керек. Егер 1 метр арақашықтықта тоқтамай, 1,5 метр сәл жетпей қалып тұрсаңыздар, онда мынадай сіздер 5 балл аласыздар. Яғни қателік деген сөз. Немесе екінші жағдай бар бұл жерде. Екінші жағдай бар. Сіздер мына сызықты, сплошной линияны басып тоқтауларыңыз мүмкін. Бұндай жағдайда не болады? Егер бұндай жағдайда сіздер тоқтайтын болсаңыздар, сіздер ол кезде сіздер 25 балл аласыздар. Қазір мен сіздерге көрсетем оны. Қазір көрсетейін. Неге 20 балл аласыздар? Оны қазір сіздерге мен түсіндіріп өтетін боламын. 25 балл пешехода, стоп сызығын басу 25 балл. Не үшін бұл 25 балл, ал стоп сызығына 1 метр жетпей тоқтау бұл 5 балл. Енді сіздерге түсіндірейін. Мен келе жатып, переход тоқтамай өтіп кетсеңіздер, мынадан басып өтсеңіздер, не болуы мүмкін? Ол қарапайым ғана логика. Мына жерде адам кетіп баратса, адамды қағасыздар. Түсініп тұрсыздар ма? Содан кейін бастарыңыз, Алла сақтасын, нағыз бәлеге қалатын болады. Сондықтан бұл жерде сіздер басып кетсеңіздер 25 балл береді. Яғни үлкен қателік деген сөз, адам қағу мүмкіншілігі жоғары деген сөз. Ал егер жетпей тоқтасаңыздар, ол үлкен қателік емес, 1 метр жетпей тоқтасаңыздар 5 баллдық қателік. Сондықтан мен емтихан кезінде міне дәл осыдан 5 балл алдым. Енді емтихан кезінде мәселен оны басып кетіп 25 балл алғанша, оданша жетпей 5 балл аласаған әлде қайда дұрыс. Солай ғой. Егер логикалық тұрғыда ойлайтын болсақ, тиімділік тұрғысынан бұл сол дұрыс. Жетпей тоқтап 5 балл аласаған дұрыс. Өйткені 1 метр тоқтау, тура 1 метр тоқтау мына жерге міне. Ол нағыз үлкен шеберлікті талап етеді. Ол үшін енді үлкен дайындық керек. Бірақ ол мүмкін негізі. Бірақ менің қателігім сол болды. Мен мынаны басып кетіп 25 балл алғанша жетпей 5 балл алсағанды дұрыс көрдім өз басым. Бірақ шынайы өмірмен қарау керек та, шынайы өмірмен. Неге? Өйткені шынайы өмірде адамға кету жетпей тоқтай салғаннан әлде қайда қиын нәрсе. Құрметті көрермендер, сондықтан осы жерде қателік сіздерде барынша солай жасауға тырысыңыздар. Егер мүмкіндік болып шеберліктеріңіз жетіп жатса 1 метр тоқтап ешқандай балл алмаңыздар, немесе жетпей тоқтап 5 балл алсаған, басып кетіп 25 балл алғанға қарағанда әлде қайда дұрыс деп ойлаймын. Енді менің екінші қателігіме көшейік. Екінші қателігім менің ол тағы да 5 балл. Міне, мына жерде тұр ол 5 балл. Бұл жерде не қателестім? Остановился на расстоянии более 1 метр. Бұл да дәл сондай жағдай. Енді бұл жерде мен екінші жағдай, бұл мына жақта, міне, оң жаққа қараңыздар. Міне, жды өткел, яғни темір жол өткелі мына жерде рельс тұр, міне. Сіздер сол рельске егер басып кетсеңіздер, мынаны 25 балл беретін жерді, шын өмірде сіздер пойызға барып соғысуларыңыз мүмкін. Сондықтан мен бұл жерде тағы да жетпей тоқтадым да 5 баллдық қателік алдым. Ал басып кетсең 25 балл аласың.
Көріп тұрсыздар ғой. Демек 25 балл бұл адамның өміріне үлкен қауіпті жағдайларда беріледі. Бұл өте керемет, дұрыс жасалған. Құрметті достар, ал егер сіздер сатып алатын болсаңыздар, оның бәрін ескермей, ол өмірлеріңізде өте үлкен қауіп болады. Алла сақтасын. Сондықтан достар, бұны жақсылап меңгеру керек. Мына жерде кәдімгі пойыз жүріп бара жатқан кезде сезіну керек. Ал мына жерде жаңағы бірінші былайша айтқанда жаяу жүргінші өткелінде бұл жерде адам жүріп бара жатқандай сезіну керек. Сонда ғана сіздер бұл емтиханды өте сауатты тапсырып өтесіздер. Менің бірінші тапсырған кездегі қателігімді айттым ғой сіздер. Ұйқым қанбады, 3 сағат ұйқымен үлкен кезек болды автоционда, және сол автоционнан өтуге мен бір тапсыруға былайша айтқанда фокус қойдым. Яғни тапсырып, дұрыс тапсырып, сауат тапсырып, өтіп жүргізуші куәлігін алу емес, менің мақсатым сол автоционға бір кіріп тапсыру мен үшін мұң болды. Өйткені Шымкент қаласында 2 автоцион бар, ол бүкіл облыс бойынша оған келеді. 2 миллион, 3 миллион адамның ішінен бір 100 мың адам право алатын болса, жастар, үлкендер бар, сонда өздеріңіз ойлай беріңіздер қандай очередь болатын. Сондықтан мен, егер осы видеоны біздің биліктің өкілдері көріп отырса, автоционды салуларыңызды өтінемін, құрметті біздің әкімдіктер, әкімшіліктер, басшылар. Өйткені бұл, яғни үлкен очередь, үлкен кезек бұл адамның жүйкесін жұқартады. Содан соң мен құсап, мынадан өту емес, емтиханнан дұрыс сауатты кіріп бір тапсыру, ол кезде басты мақсат болып кетеді. Содан кейін мен кіріп тапсыру мақсат болып кеткендіктен түнгі 3-те бардым да, күндізгі 3:30-ға шейін күттім, 12 сағат сөйтіп 3:30-да тапсырдым. Өздеріңіз ойлай беріңіздер, 3 сағат ұйықтаған адамның қандай фокусы болады, қандай оның миы, былайша айтқанда, дұрыс болады. Содан соң мен мына жердегі старттан өттім, 90 градустан өттім, перекрестен өттім, змейка дейді, мына жерден өттім де, барып мынау задний парковкаға барған кезінде, артқа беретін кезде сол жақ боковой айнаға қарап, оң жақ боковой айнаға қарамай, мына жердегі міне линияны басып кеттім де, былайша айтқанда бірінші кезде құладым. Одан соң тағы бір ескеретін жайт. Мына жерде линиялар бар, шет-шетте линиялар жатыр ғой. Сол линияларда немесе кабель болады, ол кабель немесе линия, сол екеуін баспау керек. Егер оны бассаңыздар, онда балл, штрафтық балл береді. Және штрафтық балл бергеннен бұрын сіздерге ескерте кететін маңызды жайт, құрметті болашақ жүргізушілер, ол линияны басып тұрып қалуға болмайды. Мәселен, менің басты қателігім, мен ережені оқып алғанмын ғой. Ережені оқып алғаннан кейін, мен міне мына ережелерді оқып алғанмын. Осыларды оқып алғаннан кейін мен не дедім? Мен басып кеткен кезде ғана 25 балл береді деп ойладым. Мысалы, мына жерде стопсыздығын басу 25 балл депті. Мен осылай ойладым. Бірақ ол олай емес. Егер сіздер линияны басып қалатын болсаңыздар, мәселен, мына жерде мен өзімнің қателігімді айтайыншы, артқа баратқан кезде мен басып тұрып қалдым. Басып тұрып қалған кезде мен ойладым, 25 балл береді, одан соң мен шығып кетемін. Жоқ, олай емес. Егер басып тұрып қалатын болсаңыздар, онда сіздерге балды қоса береді. Ол не деген сөз? Ол деген сөз, егер сіздер линияны басып кішкене тұрып қалсаңыздар, 25 балл береді, тағы 25 береді, тағы 25 береді, 3-4 25 алғаннан кейін сіздер не істейсіздер? Құлайсыздар. Яғни 100-ден асып кетеді. Сондықтан оны басып тұрып қалуға болмайды, барынша баспау керек, баспауға тырысу керек. Одан кейінгі менің қателігім, құрметті көрермендерім, тағы 5 балл, ол белгісін жол былайша айтқанда белгісіне бағынбадым мен. Ол қандай белгіге бағынбадым десеңіздер, ол мына жерде міне. Өткен кейін мына жерде разгон болу керек, яғни 20-дан 40-қа көтеру керек. Жылдамдықты мен ол жерде асықпа деген принципті осы жерде ұстап қалып, жылдамдықты арттырмадым. Одан соң маған 5 баллдық қателікті жазды. Ал одан кейін соңғы қателігім мен, ол былайша айтқанда не включил указатель правого поворота. Сол кезде мен эйфориямен былайша айтқанда жақпадым. Оң жақты негізі не үшін жағу керек? Не үшін жағу керек? Жағу керек кезде сіз мен оң жаққа тоқтаймын деген белгі беруіңіз керек. Ал егер сіз оны жақпай барып тоқтасаңыз, жылдамдықты азайтасыз ғой, сіз бірден тормозбайсыз ғой. Мына артта жылдам келе жатқан көлік артыңызға келіп соқтығысуы әбден мүмкін. Енді бұл жөніндегі ережелерді мен келесі сабақта көрсететін боламын. Бүгінгі сабақта мен жалпы сіздерге өзімнің қателіктерімді тағы да түсіндіріп өттім. Келесі сабақта кездескенше достар, менің видеомды міндетті түрде қараңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Видеоны лайк